Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Бүгін мен сіздермен үйде өсірілетін шырша тәріздес горшоктағы отыратын ағашпен таныстырғым келіп отыр. Бұл араукария, хвойнилар отбасына жататын, үйде ең капризный емес, үй жағдайында өсетін гүлдің бірі осы араукария гүлі. Баршамызға белгілі, жаңа жыл мейрамы жақындап келе жатыр. Соған байланысты осы араукария гүлін алып үйде өсірсеңіздер болады. Жаңа жылда безендіріп, әдемелеп, осыны шырша ретінде қолдансаңыздар да болады. Өте керемет. Үй жағдайында бұл 3 метр, 4 метрге дейін өте жылдам, өте жақсы өсетін гүлдердің бірі. Қатты капризный гүл емес. Бұл негізі табиғатында Австралияда, оңтүстік Бразилияда, Жаңа Гвинея, Жаңа Зеландияда өседі. Хвойнилар отбасына жатады бұл гүл. Мұны қараңыздаршы, мынау тұрған майда-майда, мынау тұрған бұл жапырақтары, ал мынау бұтағы болып есептелінеді. Бұл жарықты өте қатты қалайды. Себебі, мысалы, фикустарда үлкен жапырақ болса, оларда да фотосинтез процесі жүру үшін күн керек қой. Ал ойлаңыздаршы, мынада қаншама жапырақ бар. Міне, осы жапырақтардың барлығын жарықпен қамтамасыз ету үшін бұл өте жарық жерде тұру керек. Қыстың кездерінде негізінде фитолампа қолдансаңыздар да болады, не болмаса қолданбауға да болады. Бұл үй жағдайында жақсы үйренген хвойнилар отбасына жататын араукария гүлі. Міне, үйдегі өсірілетін шырша. Былайша айтқанда, ендігі топырағына келетін болсақ, мен қалай бұны топырағын ауыстырып пересадка жасағанымды мен видеомен көрсетіп отырамын. Мына жерде мынандай топырақ жасадым. Бұл араукария гүлі ауа өткізгіш, өте құнарлы топырақты жақсы көреді. Сол себепті де бұл мен мынандай кашпоны таңдадым. Қараңыздар, себебі мынау алынады да. Мен ешқашанда гүлдерге дренаж қолданбаймын. Менің видеомды көріп жүрген адамдар болса, біледі, мен ешқашанда гүлдерге астына керамзит, сондай дренаж ешқандай қолданбаймын. Ал бұл гүлге салуға тура келді. Себебі бұл астында ылғалдылықты көп сақтап тұрғанын ұнатпайды. Одан кейін астына, мысалы, поддонына су құйғанда судың тұрып қалуын да ұнатпайды. Сол себепті де мен мынандай кашпо алдым, мынандай двойной кашпо. Алынған кезде астында бұның несі бар, аяғы бар. Су аққан кезде астында су тұрып қалмайды. Міне, суды да көп құйғанды жақсы көре бермейді. Топырағы толығымен кепкеннен кейін барып суды құю керек. Су құярдың алдында мен үнемі айтып жүремін, міндетті түрде бүйтіп қолды салып көріп, егер ылғалды болса, құймайсыздар. Егер кепкен болса, онда құясыздар. Және қатты кептіріп жібергенді де бұл гүл жақтыра бермейді. Егер де суды көп құйып қойсаңыздар да, немесе қатты кептіріп жіберсеңіздер де, мынау тұрған жапырақтарын емес, бұтағымен бірге жапырақтарын тастап жібереді. Ал түсіп қалған бұтағының орнына қайтадан шықпайды. Себебі бұл ағаш, негізінде өз елінде өте биікке өсетін, өте үлкен болып өсетін ағаш. Сол себепті де бұл гүлдің күтімін жасай алған дұрыс. Және топыраққа көптеген қоспаларды қосып отырғызу керек, құнарлы болу керек. Одан кейін тыңайтқышты бергенді де жақсы көреді. Тек қана өсуі тоқтаған кезде, мысалы, қыста өсуін жайлатады ғой, сол кездерде тыңайтқыш бермесеңіздер де болады. Ал көктемнен бастап жазға дейін тыңайтқышты беруді өте қатты қалайды. Сол себепті де тыңайтқышты беріп тұрғандарыңыз дұрыс. Үй жағдайында өсіруге болатын, домдағы тұратын адамдар бар ғой, квартирада. Соларға өсіруге болатын жалғыз шырша гүлі болып есептелінеді. Сол себепті де квартира жағдайында өте жақсы өсе береді. Қатты капризный емес. Одан кейін жаз айларында қатты күнді қалай бермейді, тікелей күн сәулесі түспеу керек. Егер де күн сәулесі түсетін болса, мынау тұрған жапырақтары күйіп қалады, сапсары болып. Сол үшін тек қана жарық жер, но күн қатты түспеу керек. Егер де қыста терезеде тұратын болса, күн жақсы түсетін, онда ешнәрсе етпейді, түсе береді. Ондай жерлерде тұра берсе ешнәрсе болмайды. Қараңыздаршы, өте керемет гүл. Және бұл өте тез өседі. Үй жағдайында да 3 метр, 4 метрге дейін өте үлкен, көп орынды алатын ағаш болып өседі. Және де бұған тыңайтқышты бергенде тек қана бір тыңайтқышты беруге болмайды. Минералды тыңайтқыштарды өте ұнатады. Органикалық тыңайтқышпен бірге минералды тыңайтқыштарды алма кезек беріп отыру керек.
жапырақтарына суды бүркігенді өте қатты жақсы көреді. Сол себепті де суды бүркіп тұрыңыздар, ылғалды ауаны жақсы көреді. Егер де сіздердің үйлеріңізде температура өте ыстық болса, оны да қатты ұната бермейді. Себебі ыстық үйде бұлар жапырақтар былай салбырап, солып қалады. Өте қоңыр салқынды жақсы көретін, қатты да түсіп кетпеу керек. Мысалы, 10 плюс 10 градус пен 20 градустың арасында өте қатты жақсы сезінеді. Сол себепті де осындай гүлдерді өсіруге кеңес беремін. Өте керемет. Қараңыздаршы, бұл осылай шырша ретінде тұрады. Мына сабақ бұтақтарына сіздер егерде украшения жаңағыдай дождик болсын, болмаса не болсын іліп сәндеп қойсаңыздар, кәдімгі елка болып өте керемет болып тұрады. Достар, егер осындай шыршаны аламын дейтін болсаңыздар, және осындай топырақ құрамын жасап беріңіз дейтін болсаңыздар, маған WhatsApp-қа жазыңыздар. Мен экранға WhatsApp нөмірімді қалдырып кетемін. Бұл гүлді мен тек қана Шымкент қаласында ғана жеткізіп бере аламын. Басқа қалаларға жібере алмаймын, айып етпеңіздер. Алам деушілер болса, маған WhatsApp-қа жазыңыздар. Осылай отырғызып, барлығын дайындап беремін. Және мынандай, қараңыздар, осындай топырақ құрамын жасап беріңіз десеңіздер де, мен топырақ құрамын жасап сатып жатырмын. Топырақ аламын десеңіздер, маған жазыңыздар. Бұның ішінде 7 түрлі қоспа бар. Мынандай тыңайтқыштарға да заказ берсеңіздер болады. Қараңызшы, мына защищает, қорғайды, әлі стимулирует роста, өсуіне де септігін тигізеді. Бұны тек қана топырағына құюға емес, мына жерде мына мерный стаканы бар, өлшейтін стаканы бар. Сонымен артындағы инструкциясын оқып, құйып жапырақтарына да сепсеңіздер болады. Мен қазір мына гүлді отырғыздым. Енді бұған мен циркон себетін боламын. Мына стресстен шығару үшін. Орын ауыстырса да гүлдер стресс алады ғой, сол үшін стресстен шығару үшін мен бұған қазір жапырағына циркон себемін, бұтақтарына. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.